Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше, әрі дәмді, барлық жанға ұнайтын кереметтей кесе самса әзірлейміз. Самсаларымыз сочный әрі дәмді болып шығады. Қараңыздаршы, кесіп көрсетіп жатырмын. Өте сочный әрі жұмсақ болып піседі етімізде. Ең алдымен кесе самсамыздың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Үй температурасында тұрған суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың ортасын ашып, дайындап алған суымызды құямыз. Алдын ала ерітіп дайындап алған сары майымызды құямыз. Қасығымызбен бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Құрамына не қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Қасығымызды алып, қамырымызды илеп аламыз. Артық ұн, су ештеңе қоспаңыздар. Қамырымыз бірікпейді деп қорықпаңыздар, бірігеді. Әрі әдемі қамыр шығады. Қараңыздаршы. Қамырымыз бірігіп жатыр. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларымды көре аласыздар. Қамырымыз бірікті, әрі әдемі болып шығады қамырымыз. Иін қандырып, қараңыздаршы, қамырымыз қандай әдемі болып шыққан. Дайындап алған қамырымызды пакетімізге салып, 10-15 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Мен жылқының қаракесек етін алдым. Сочный әдемі болу үшін құйрық май қосып жібердім. Іші май болса да болады. Пиязымызды, помидорымызды, картошкамызды барлығын мен 4 бұрышты майда етіп турап алдым. 2 картошка, 2 пияз пайдаландым. Жақсылап тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қара бұрыш қоссаңыздар болады. Мен дәмін жақсы кіргізу үшін зира приправасын пайдаландым. Бұл міндетті емес, өз қалауларыңыз. Жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді дайындап алған қамырымызды пакетімізден шығарып, иін жақсылап қандырып, осы рецептпен 4 самса шығады. Ең алдымен қамырларымызды үлкен қып 4 бөлікке бөліп аламыз. Орташа қып тағы да 4 бөлікке бөлеміз, және кішкентай қып 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырларымызды бөліп, дөңгелектеп алдым. Енді бетіне пакетпен жауып, бір қамырымыздан алып, жақсылап қалың да емес, жұқа да емес, орташа қып қамырымызды жайып аламыз. Қараңыздаршы, қамырымыз өте әдемі болып шыққан. Осылай бір келкі қып қамырымызды жайып алды. Қараңыздаршы, қандай әдемі болған. Және осы кезде кесе, шұңғырлау ыдыс алыңыздар. Қамырымызды ішіне салып, видеода көргендеріңіздегідей дайындап алған салмамызды жақсылап араластырып жіберіп, қамырымызға саламыз. Салмамызды салып, самсамызды түйеміз. Бір шетінен қамырды жинай отыра. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шығады. Осылай. Қараңыздаршы, самсамыз әдемі болып шыққан. Алдын артын көрсеттім. Енді орташа қамырымызды алып, жұқалау етіп жайып. Осы кезде қамырдың четкамен сулап жерсеңіздер де болады, жабыспайтын болса. Менде жабысқандықтан мен суламадым. Кесенің асты қып, осылай қамырымызды қойып, енді кішкентай қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп, ұзынша етіп, ұзын қып қамырымызды жаямыз. Бұл кесенің ыстайтын крышкасы сияқты қып келтіріп істейміз. 2 қамырды ұзын қып жайып, біріктіріп, видеода көргендеріңізде көрген сияқты қып, осылай әдемі қып самсамыздың үстіне қоямыз. Кішкентай қамырымызды осылай ыстайтын крышка сияқты қып келтіреміз. Қараңыздаршы, самсамыз қандай әдемі болған. Сіздерге түсінікті болу үшін мен екінші тағы көрсетіп жатырмын.
жайып дайындап алған қамырымызды осылай кішкене тостақ пайдаландым. Мен тостағымызға салып, қамырымызды салып, тостағымызға салмамызды салып, өріп шығамыз. Өте әдемі болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өріп алдық. Енді орташа қамырымызды жайып, осы кезде жабыспайтын болса, міндетті түрде щеткамен сулап жабыстырып жіберіңіздер. Кесенің асты болады, әдемі көрінеді. Осылай жабыстырып, енді кішкентай қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп, ұзын қылып жайып, өріп, кесе самсамыздың үстіне қоямыз. Қараңыздар, қандай әдемі болып шығады. Осылай самсаларымыздың бәрін дайындап алдық. Енді міндетті түрде барлық шетіне жағып, жұмыртқаның өзін ғана барлық шетіне жағып алдым. Осылай жұмыртқаларымызды қып-қызыл әдемі болып шығады. Барлық жеріне міндетті түрде жағыңыздар. Жұмыртқамызды жағып, енді күнжетімді сеуіп, міндетті түрде қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіп шығады. Қараңыздаршы, самсаларымыз әдемі болып пісіп шыққан. Осымен кереметтей кесе самсамыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық жанның көңілінен шығады, әрі дәмді болып шығады. Сіздерге кесіп те көрсетіп жатырмын. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Егер ұнап жатса, лайк басып, комментарий бөлімге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса да сол жерге қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.